Мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі, бастауыш білім беру мамандығы, бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі 2К1 тобының білім алушысы Машықкер Құнафенова Зелаз Русланқызы. Қазіргі уақытта Өскемен қаласы әкімдігінің номер 15 орта мектебінде іс тәжірибеден өтудемін. Іс тәжірибе атауы байқау практикасы. Іс тәжірибе әдіскері Оқасова Ғалия Тұрысбековна. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты. Қайырлы таң, балалар, қайырлы таң, апайлар. Балалар, биыл ұлы ақын, философ, композитор, аудармашы, қазақ әдеби тілінің негізін салушы Абай атамыздың дүниеге келгеніне 175 жыл толуда. Ол кісі келешек ұрпаққа өшпес мұра қалдырған кемеңгер, ұлы ойшыл. Оның артында қалдырған мұралары біз үшін мәңгілік қазына. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге. Деп Абай атамыз айтқандай, бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымызды бастайық. Судың да сұрауы бар. Су бергеннің сауабы бар, су төккеннің жауабы бар. Су бермегенге сүтіңді бер, ақ ниетіңді білсін. Балалар, енді осы мақалдарға өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Я, дұрыс айтасыздар. Суды босқа ысырап етпеу керек. Үнемдеп пайдалану қажет. Еш нәрсе сұраусыз болмайды. Өздеріңіз байқағандай, бүгінгі тақырыбымыз су жайлы болмақ. Сабақ тақырыбы судың да сұрауы бар. Оқу мақсаттары: шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап оқу. Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фото, суреттер қолдану. Сабақ мақсаты: мәтінді түсініп оқиды. Мәтіннен қажетті ақпаратты табады. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Сөйлеу барысында иллюстрацияны қолданады. Әйгілі кеңес педагог новаторы, жазушы Василий Александрович Сухомлинский 1918 жылы 28 қыркүйекте Херсон губерниясы Александр уезінде дүниеге келген. Қарапайым отбасында тәрбиеленген. Ол Полтава педагогикалық институтын 1936 жылы бітіріп, орта мектептерде мұғалім болған. Балалар, ойландаршы, мен неге бұл кісі жайлы мәлімет беріп отырмын? Я, экранға назар аударайық. Бұл суреттерде не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Қураған шөптер, құрғақшылық. Балалар, қараңдаршы, су тіршілік көзі деп халық тегін айтпаған. Бұлардың барлығына тек қана су керек. Олай болса, біз бүгін Сухомлинскийдің мынандай тақырыбымен танысамыз. Нағыз адам. Осы тақырыпты оқыту барысында мен жигсо әдісін қолданамын. Бұл әдіс бойынша оқушылар үлкен мәтінді бірнеше бөлімдерге бөліп оқып танысады. Жұппен, одан ары топпен талқылап, осы арқылы мәтінді тереңдетіп игереді. Аптап, қуаң даладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бұл үйде атасы мен немересі тұрады. Құдық басындағы ұзын арқанға шелек байланған. Жолаушылар мен әрі-бері өткен адамдар құдыққа бұрылып су ішеді, атайға алғыстарын жаудырады. Балалар, мәтінді аяғына дейін түсініп оқыңыздар. Мәтінді түсініп оқып болсаңыздар, қарамен берілген тіркестерді түсініп оқыңыздар. Адам емес, адам деуге болмайды. Нағыз адам.
Бірінші жолаушы сабанның астындағы шелегін алмай, құдыққа бір қарады да кетіп қалды. Бұл адамдықтың белгісі емес. Екінші жолаушы шелегін алып арқанға байлады да, су ішіп алған соң шелегін қайтадан алып кетті. Ол да адамдыққа жатпайды. Нағыз адам, ол жолаушы шелегін алып арқанға байлап, су ішеді. Сөйтіп шелегін қалдырып, Атайға алғыс айтады. Міне, нағыз адам осындай болу керек. Енді балалар, мына берілген сурет мәтіндегі үш пікірдің қайсына сәйкес келеді? Жарайсыздар, сурет нағыз адамның бейнесіне сәйкес келеді. Себебі суретте Атайға алғыс білдіріп жатқан адам және де қолында қуаныш пен шелек ұстап тұрған бала бейнеленген. Келесі тапсырмада берілген пікірлерге және суреттерге сүйеніп, өмірде кездесетін оқиғалардан нақты мысал келтіріңіздер. Жарайсыздар. Жаман әдет-қылықтар жасауға болмайды. Одан да үлкендерге қол ұшын созғандарыңыз абзал. Міне, бұл нағыз адамның іс-әрекеті. Ендігі кезек жеке жұмыс. Бірінші тапсырма, суды үнемдеу ережесін құрастырыңыздар және оны айтып беріңіздер. Дұрыс айтасыздар. Суды ысырап қылуға болмайды. Суды жерге төгуге болмайды. Тіс жуғанда суды ашық қалдыруға болмайды. Екінші тапсырма, өз бойыңыздағы үш жақсы қасиетті жазыңыз. Үшінші тапсырма, судың пайдасы жайлы үш тұжырымыңызды жазыңыз. Ал енді осы сабағымызды 2 жұлдыз 1 тілек әдісі бойынша бағалайық. Жарайсыздар балалар. Сіздерге осы тақырыпқа байланысты болған оқиғаны баяндап берсем деймін. Нағыз адамның бірі туралы Алаштың арысы Әлихан Бөкейханның анасы Бегім жылда бір тайыншаны өзі бағып, қыстай жем шөбін беріп, астын тазалап семіртеді екен. Күзде қалаға кетіп бара жатқан қалашыларға қосып жіберіп, тайыншаны саттырып, ақшасына мата алдырып, ауылдағы жоқ-жітік, кедей, жетім балаларға өз қолымен көйлектер, киімдер тігіп таратады екен. Балақай, қамқорлық жасауды үйрен, шаман келсе, көмектес. Енді сіздерге бүгінгі сабақта не қызықты болған жайлы әңгімелесек. Қалай ойлайсыздар, нағыз адам қандай болуы керек? Бүгінгі сабақтан не үйрендік? Балалар, бұл бөлімде біз өте қызықты, пайдалы ақпараттар алдық, солай ма? Көп нәрсе үйрендік, әртүрлі тақырыпта әңгіме қозғадық. Су тіршілік көзі, жаңбырдың пайдасы, бұлақтың пайдасы, өзен-көлдің пайдасы, суды қорғау мен үнемдеу туралы айттық. Бұл бөлім сіздерге түсінікті және ұнады деп ойлаймын. Енді осы бөлімді мына сөзбен қорытындылағым келіп тұр. Су тіршілік көзі. Су адам жүрегіне жыр, көңіліне нұр, сезіміне гүл сыйлайды. Балалар, енді үйге тапсырма алайық. Бірінші тапсырма, нағыз адам әңгімесін мәнерлеп оқып, мазмұнын әңгімелеп айту. Екінші тапсырма, берілген шығармадағы бірінші және екінші жолаушыға нағыз адам қатарынан табылу үшін қандай қасиеттерін дұрыстау керектігін сыпайы баяндайтын ұсыныс хат жазу. Балалар, сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.